басында өте өткенде сәуір айының басында қалаға су баратын жерлерге су береміз дедік. Бүгін енді Жібек жолы каналына суды беру бастадық. Сонымен қоса Сары Ананың тұсында Арайға баратын каналдың насосына қосып жатырмыз. Мына президентский парк істеп жатыр. Сосын ана батыста микрорайонда Ақмешітке екі скважина бар. Онда іске қосып жатырмыз. Қазір насостарын орнатып, онда жақын арада сол жерде биыл еккен талдардың бәрі су баратын болады. Ертең сенбілікке шығамыз. Бұған дейін еккен талдардың ішінде ертең сенбілікте екен деп, бұлар бәрін сумен қамтылатын болып тұрады. Былтыр бізде осы майдың аяғында бергенбіз қалаға. Ол проблема жоқсы жаңағы подрядчиктер бір-бірін ұтып алдық, соттасып берді. Кейін мына Жасыл Қызылорда деген мекеме құрылып, тендерсіз өзі сол сәуір айының басынан бастап қалаға су беріп жатыр. Енді қазір қаланың ішінде насостан баса, дариядан алатын баса 27-28 скважина бар, 22-ші, 23-ші жылда қазған бұрылауын. Олардың да қазір 9-ын іске қосылып, қалғандарында біртіндеп